Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мерей. Бүгін сіздерге қырыққабаттан дайындалатын ерекше котлеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бізге қажет болады қырыққабат, картоп, сәбіз, сарымсақ, тұз, жұмыртқа және де ұн. Алдымен қырыққабатты қайнап тұрған суда 10 минутта пісіріп аламыз. Содан соң оны суытып, осылай бөлшектерге бөлеміз. Блендердің көмегімен қырыққабаттарды майдалап аламыз. Қырыққабатты майдалап алғаннан кейін барлығын бір ыдысқа саламыз. Содан соң сәбізді үккіштен өткізіп, осы котлеттің үстінен қосамыз. Картопты да дәл солай үккіштің майда көзінен өткізіп, котлеттің салмасына қосамыз. Үш ас қасық ұн қосамыз. Екі жұмыртқаны қосамыз. Бір ас қасық тұз қосамыз. Дайын салманы жақсылап араластырып, содан соң дәмін көреміз. Котлеттің салмасының тұзы кішкене аз болып қалды, сондықтан тағы да тұз бен қара бұрыш қостым. Енді котлеттерді бір формаға келтіріп, ұнға екі бетін аударып, дайын етіп аламыз. Дайын болған котлеттерді қызып тұрған майда екі бетін кезек-кезек алмастыра отырып 3 минуттан қуырып аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай котлет әдемі болып қуырылып жатыр. Түрінен де көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Өте дәмді болып шықты, сочный болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осылай 3 түрлі формада жасадым. Өз қалауыңызша жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.